Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бұл Нұр Нұрмашұлы. Біздің бүгінгі шығарылым UFC 311 турниріндегі прелимдағы кездесулерге арналмақ. Сонымен UFC 311 турнирінің шымылдығын ашатын алғашқы прелимдардағы кездесу бұл ерлер арасында 125 фунт салмаққа дейінгі өтетін. Дәл қазіргі сәтте нөмірі 11 орында рейтингте тұрған дағыстандық Тагир Уламбеков пен оның қарсыласы американдық Клейтон Карпентер арасында өтетін керемет кездесу. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дерлік дағыстандық Тагир Уламбековты фаворит ретінде көріп отыр. Біз білетіндей Тагир Уламбековтың күрес стилі мен самбо стилі, сонымен қатар грэпплинг стилінің өте жоғары екендігін білеміз. Ал американдық Клейтон Карпентердің болса бокс стилі мен джеб стилінің өте жоғары екендігін атап өтейік. Және де бұл жауынгердің нокаут күші бар екендігін де атап өтуіміз керек. Менің ойымша бұл кездесуде Клейтон Карпентер Тагир Уламбековке тосынсый жасап, Тагир Уламбековты төрешілердің шешімімен болмаса техникалық нокаутпен жеңуі тиіс деп ойлаймын. Және де осы арқылы Клейтон Карпентер топ 15-ке топ ете түсуі тиіс. And still undefeated, Clayton Carpenter! Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу бұл ерлер арасында тағы бір 135 фунт салмаққа дейін өтетін керемет кездесу. Тәжікстандық Муин Гафуров пен оның қарсыласы жапониялық Риния Накамура арасында өтетін керемет кездесу. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дерлік жапониялық Риния Накамураны фаворит ретінде көріп отыр. Өйткені бұл жауынгердің жалпы бокс стилінің, карате стилі, сонымен қатар муайтай стилінің өте жоғары екендігін білеміз. Ал тәжікстандық Муин Гафуровтың жалпы муайтай стилі, кикбоксинг стилі, сонымен қатар күрес стилінің керемет деңгейде екенін атап өтейік. Бұл кездесуде мен де сарапшылардың пікіріне қосыла отырып, жапониялық Риния Накамура Муин Гафуровты нокаутпен болмаса төрешілердің шешімімен жеңуі тиіс деп есептеймін. 6-0. Well, you would actually, because he's been very reckless, but that's what I love to see. That's what makes it great. He's out! He's got somebody out cold! Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу әйелдер арасында 135 фунт салмаққа дейінгі өтетін топ 15-ке кіретін қос жауынгер арасында кездесу. Нөмірі 9 орында тұрған бразилиялық Карол Роса мен оның қарсыласы нөмірі 13 орында тұрған аргентиналық Айлин Перес арасында өтетін тартысты кездесу. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дерлік бразилиялық Карол Росаны фаворит ретінде көріп отыр. Біз білетіндей, әрбір бразилиялыққа тән секілді Карол Росаның джиу-джитсу стилінің өте жоғары екендігін атап өтейік. Сонымен қатар бұл қыздың муайтай стилі мен грэпплинг стилінің өте керемет екендігін білеміз. Ал аргентиналық Айлин Перестің күрес стилі мен джиу-джитсу стилінің жоғары екендігін атап өтуіміз керек. Және де бұл жауынгердің жалпы әр уақытта болсын қарсыластарының барлығын нокаутпен болмаса сабмишнмен жеңіп жүргенін білеміз. Бұл кездесуде менің ойымша аргентиналық Айлин Перес Карол Росаны төрешілердің шешімімен жеңіп топ 10-ға топ ете түсуі тиіс деп есептеймін. ¡Vamos Argentina, la concha de su madre! Thank you so much. Bonjour Francia, bonjour. Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу осы ерте прелимдерді аяқтайтын ерлер арасында 155 фунт салмаққа дейінгі керемет кездесу достар. Американдық топ 15-ке кіретін нөмір 15 орында тұрған кезінде Дамир Исмагуловты жеңген Грэнд Доусон мен оның қарсыласы бразилиялық Диего Феррейра арасында өтетін тартысты кездесу. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дерлік американдық Грэнд Доусон өзінің топ 15-тегі орын сақтап қалатынына сенеді. Менің ойымша бұл кездесуде Грэнд Доусон Диего Феррейраны төрешілердің шешімімен болмаса сабмишнмен жеңіске жетуі тиіс деп ойлаймын. Атап өтетін нәрсе Грэнд Доусонның бокс стилі мен джиу-джитсу стилі, сонымен қатар күрес стилінің өте керемет деңгейде екенін білеміз. Ал бразилиялық Диего Феррейраның әрбір бразилиялыққа тән джиу-джитсу стилі мен грэпплинг стилінің өте жоғары екендігін атап өтейік достар. Rounds we go to the judges' scorecards. The totals are 30-26, 30-27, and 30-27. All for your winner by unanimous decision, Grant KGD Dawson! Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу ерлер арасында күрзі жұдырықта аса ауыр салмақтағы топ 10-қа кіретін қос жауынгер арасындағы керемет кездесу достар. Нөмірі 6 орында тұрған бразилиялық Жайлтон Алмайда мен оның қарсыласы нөмірі 7 орында тұрған молдовалық Сергей Спивак арасында өтетін тартысты кездесу. Бұл кездесуде сарапшылардың да пікірі 50-50 болып отыр. Менің ойымша бұл кездесуде бразилиялық Жайлтон Алмайда Сергей Спивакты кемінде төрешілердің шешімімен болмаса сабмишнмен жеңіске жетуі тиіс деп ойлаймын. Біз білетіндей бразилиялық
жайылтан Алмайданы көпшіліктің ойы бойынша аса ауыр салмақтағы бразилиялық Хабиб Нурмагомедов деп атап жүр. Осыған да байланысты біз білетіндей жайылтан Алмайданың грэпплинг стилі, күрес стилі, сонымен қатар джиу-джитсу стилінің өте жоғары екендігін білеміз. Ал молдовалық Сергей Спивактың жалпы күрес стилі мен бокс стилінің өте жоғары екендігін атап өтейік достар. Одан кейінгі тоқталатын кездесу ерлер арасында 135 фунт салмаққа дейінгі, яғни 61 кг салмаққа дейінгі өтетін керемет кездесу. Американдық Пейтон Талбот пен оның қарсыласы бразилиялық Раони Барселос арасында өтетін кездесу. Атап өтуіміз керек, Раони Барселос осы картта 135 фунт салмақта титулға таласатын Умар Нурмагомедовке кезінде нокаутпен жеңілген атап өтейік. Бұл кездесуде сарапшылардың барлығы 100% делік Пейтон Талботтың анық жеңіске жететініне сеніп отыр. Яғни барлық сарапшылар Пейтон Талботты анық фаворит ретінде көріп отыр. Өйткені Пейтон Талботтың әрбір кездесуі нокаут пен техникалық нокаутқа тола екендігін атап өтейік. Менің ойымша да бұл кездесуде Пейтон Талбот Раони Барселосты нокаут болмаса техникалық нокаутпен жеңіске жетуі тиіс деп есептеймін. Өйткені бұл жауынгердің атап өткеніндей бокс стилінің өте жоғары екендігін атап өтейік. Сонымен қатар бұл жауынгердің грэпплинг стилінде өте керемет деңгейде екенін білеміз. Ал Раони Барселостың әрбір бразилиялыққа тән джиу-джитсу стилі мен грэпплинг стилінің өте жақсы екендігін атап өтуіміз керек. Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу осы барлық прелимдердің ең соңғы кездесуі. Ерлер арасында 205 фунт салмаққа дейінгі өтетін кездесу. Дәл қазіргі сәтте топ 15-тікте тұрған жалғыз өзбекстандық нөмір 13-ші орында тұрған Богдан Гуськов пен оның қарсыласы UFC-да дебютін жасайын деп отырған американдық Билли Эликана арасында өтетін кездесу. Жалпы біз білетіне негізінде нөмір 13-ші орында тұрған Богдан Гуськов пен Джонни Уокер арасында кездесу осы UFC 311 турнирінде болу керек болатын. Бірақ та Джонни Уокердің жарақат алуына байланысты американдық Билли Эликана осы кездесуді небәрі бір апта қалғанда қабылдап отыр. Және де атап өтетін нәрсе, бүкіл өзбекстандық жанкүйерлердің барлығы Нұрсұлтан Рузибоев болмаса Рамазан Темирев дей бермей, өздерінің жалғыз топ 15-ке кіретін жауынгерін қолдауы тиіс деп есептеймін. Өйткені Богдан Гуськов өзбекстандық жауынгерлерден жеткілікті дәрежеде қолдау көрмей жүрген байқауға болады. Менің ойымша Богдан Гуськов осы Өзбекстан атынан шығатын нөмірі 1-ші жауынгер. Өйткені бұл жауынгер атап өткенде Өзбекстан атынан шығып жатқан жауынгерлердің ішінен жалғыз рейтингте тұрған жауынгер болып отыр. Атап өтетін нәрсе, сарапшылардың көбісі делік американдық Билли Эликананың Богдан Гуськовты жеңетініне сенімді екенін атап өтейік. Ал сіздерше достар, аталған прелимдер бойынша ойларыңыз қандай? Міндетті түрде комментарийға жаза кетіңіздер. Бастысы каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар достар. UFC 311 турнирін жіберіп алмайық. Өте тартысты кездесулер болмақ. Келесі жолыққанша.